Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, Қазақстан үшін Қытай жақын дос және сенімді серіктес болған және болып қала береді. Дипломатиялық қатынас орнаған сәттен бастап, Қазақ-Қытай ынтымағы лайықты сыннан сүрінбей өтті. Бұл үнемі жаңа мазмұнмен толысып, оң бағытта және айтарлықтай жеміс беруде. Біз бүгінгі кездесуде өңірлеріміз арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға ниеттіміз. Екі жақты ынтымақтастықты одан әрі дамыту және бірлескен жобаларды, оның ішінде құрғақ порт және логистикалық парк салу жөніндегі келісімдерге қол жеткізу мақсатында делегация құрамында мемлекеттік органдар, құрылымдары, ұлттық компания мен бизнес өкілдері келіп отыр. Мысалы, логистикалық орталық салу бойынша, автобустарды сатып алу бойынша, ұшқышсыз ұшу аппараттарын өндіру бойынша бірқатар кәсіпорындар сіздің компанияларыңызбен ынтымақтастыққа дайын екендігін жеткізгім келеді. Абай облысының теміржол, авто, әуе және су көлігі артерияларының стратегиялық қиылысында болуы осы бағытта қарқынды дамуды болжайды. Бізде ИКАО стандартына сай келетін халықаралық әуежай бар. Біз Қытайды Еуропа елдерімен байланыстыратын Аягөз-Ташкент темір жолын құрғақ порт пен Ертіс өзені арқылы су көлігі бағытын құрып, транзиттік әлеуетті күшейтуге ниеттіміз.